Достар, видеомызды одан ары жалғастырамыз. Біздің сушиге арналған күрішіміз 250 грамм. Біз өзімізге қажетті бір стакан аламыз, 200 грамм. Яғни күрішімізді құйып алғаннан кейін салқын суға 3 рет жуып аламыз міндетті түрде. Содан кейін суын төгіп, қайтадан осы күрішке салқын су құямыз да қолымызбен былай кішкене үйкелеп аламыз. Өйткені бұл күріштің бізге піскеннен кейін суши жасаған кезде күріштен бір-біріне жабысуына жақсы мүмкіндік береді. Манағы күріш бір-біріне жабысқақ болады. Осылай салқын суға жуу арқылы біз күріштің крахмалын кетіріп жабысқақ қылып аламыз. Содан кейін қайтадан суын төгіп, үстіне қайтадан салқын су құямыз да күрішімізді 20 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін 20 минут өткеннен кейін күрішіміздің суын қайтадан төгіп, осы бір стакан күрішімізге бір стакан және жарты стакан, яғни бір стакан жарым су құйып, қатты ыссы отқа 2 минут қайнатамыз. Содан кейін баяу отқа 7-8 минут қақпағын жауып қайнатамыз. Осы жерде 7-8 минутқа дейін қақпағын ашуға мүлде болмайды. Содан кейін уақыт өткеннен кейін күрішімізді алып, қақпағын ашып, үй температурасына ыңғайлы етіп суытып қоямыз. Сосын өзіміздің арнайы жасаған тұздығымызды қосамыз. Ол дайын болғанша біз күрішке қосатын тұздықты дайындап аламыз. Ол үшін бізге күріш сірке суы қажет. Күріш сірке суынан 2 ас қасық құйып аламыз. 1, 2. Содан кейін осы сірке суын баяу отқа қоямыз да, үстіне 1 ас қасық қант қосамыз. Манағы және жарты ас қасық тұз қосамыз. Жарты ас қасық тұз қостық. Барлығын араластырып, баяу отқа қантты, тұзы түгел ерігенше ысытамыз, бірақ қатты қайнап кетпеу керек. Бұл біздің дайын болған күрішімізге қосатын тұздығымыз. Біздің күрішіміз де дайын болды. Өзінің үстіне арнайы тұздығын құйдық. Енді бізге қазір суши жасау үшін қажетті заттар: қызыл балық, творожный сыр және қияр. Өйткені біз осы отбасымызға осылай жасаған ұнайды. Оған да басқа нәрселер қоса беруге болады. Крабовая палочка немесе авокадо, өзіңізге ұнаған заттарыңызды қосуға болады. Бізге алдымен сушиімізді жасау үшін мынандай кептірілген теңіз балдырын аламыз. Бұл бір жағын байқасаңыз жылтыр, бір жағы жылтыр емес жағы. Бізге тек қана бұл бізге үлкен, бізге оның тек қана жартысы керек болады. Сондықтан да әуелі бөліп қиып аламыз. Бізге бір қағаздан 2 порция шығаруымызға болады. Мінекей. Содан кейін өзіміздің өткен сабағымызда айтып кеткен майлығымызды қоямыз. Содан кейін жылтыр жағын астына қаратып, жылтыр емес жағын үстіне қаратамыз. Осы бетке біз күрішімізді жағып шығамыз. Бәрі біркелкі болу керек. Әркім әртүрлі жағады. Бізге өзімізге осылай жасаған ыңғайлы. Бәрі бір қалыпты болу керек. Деңгейі бірдей болу керек.
мінекей бір уақытта жағып шықтық. Енді осыған осы қағазымызды кері теріс жағына аударамыз. Hoppa, мінекей теріс жағына аудардық. Үй жағдайында болғасын, әртүрлі шашылып түседі. Қазір кері ораған кезде бізге шеттер жабылу керек, сондықтан да мен осылай сыртына бөлек жағып жіберем. Мінекей. Енді осының үстіне творожный сиырымызды жағамыз. Мінекей. Бұның үстіне қиярымызды қоямыз. Қосымша балығымызды салып жіберейік. Авокадо қосуға болады, крабовый палочка қосуға болады, кімге қалай ұнайды, солай жасауға болады. Енді бізге осы әдіс осылай жасаған өзімізге ұнайды, отбасымызға. Енді осыдан кейін міне неміз салынды. Содан кейін міне былайынан жағымызды ұстап тұрып жабып аламыз. Мінекей. Міндетті түрде астын тартып жібереміз. Мінекей. Енді ары қарай ораймыз. Астын тағы да тартып жібереміз. Міне. Содан кейін былай кесіп алуға болады. Енді екі шеті қисық, сондықтан да шетін тартамыз да қолымызбен сүйіп жібереміз. Мінекей. Енді осының үстіне қызыл балықтарымызды жейміз. Мінекей, содан кейін қайтадан басып тегістеп аламыз. Мінекей, біздің немізде дайын болып қалды. Енді осыған кесуіміз керек. Кесу үшін бізге міндетті түрде су керек. Пышақты суға басып отырамыз. Пышағымыз өткір болу керек. Қолымызды қойып, жайлап ара кескен сияқты кесіп шығамыз. Міндетті түрде қайтадан жуып аламыз. Төртке бөлдік. Мінекей, біздің жасаған сушиміз де дайын болды. Мінекей.
дәмі деген өздеріңіздің сатып алып жеп жүрген сушиларыңыздан бір кем емес. Осылай үй жағдайында осылай жасауға болады. Өйткені осы қоспалар біздің отбасымызға ұнайды. Кейбір басқа қоспалардан жасаған сушилар ұнамағандықтан көбіне осы бағыттан жасаймыз. Мінекей осылай үйреніп жасауға болады. Рахмет.